И что с ним стало? С карателем? Его нашли? Нашли. Карина, ты все еще мыслишь как писатель. Тебе нужен финал, чтобы зло было наказано и каждый получил по заслугам. Дело не в этом. Дело в справедливости, о которой мы говорили. Судья был злом, но и каратель, получается, не был святым. Ты опять за свое. Ты пытаешься взвесить их на весах. Да какая разница, кто победил? В их войне просто победил тот, у кого нож оказался острее. Это просто цинично. Ну вот что отличает карателя от чудовища? Карина, ты сама искала больших чудовищ, громких. Ты думаешь, зло – это то, что стреляет и убивает? Ты ошибаешься. Самые страшные чудовища – это тихие. Они не носят масок. Они живут в квартире, этажом выше, улыбаются тебе при встрече. И они очень привередливые к еде. Алло, мам, қалайсыздар? Жақсы бәріміз де. Я ол жұмыста. Жоқ, ішпейді, мам. Ішпеймін деп сөз берді ғой. Мам, шынымды айтып жатырмын. Ішпейді. Уайымдамаңызшы. Жоқ, тиіспейді маған. Білмеймін, жұмысты босана алайыншы, сосын көреміз. Мүмкін басқасымен ауысам ба. Мам, қазір Әсет келеді жұмыстан. Тамақ дайын емес. Сізге кейін хабарласайыншы, иә? Келдің ба? Қалайсың? Шаршамадың ба? Нормально. Тамақ дайын ба? Голодный, как собака, собственные яйца сожрал. Иә, дайын. Жүр, шек. Қазір ондай.
Тағы тауық па? Тауықтан басқа бірдеңе істеп білесің бе сен? Кеше өзің айттың ғой тауықтан істе деп. Істегеннен дұрыстап істесейші. Ну не? Қып-құрғақ тұзын бүкіл казарма қосқандай беріпсің. Жрать невозможно. Арақтан қойшы, хоть запьем это. Ішпей-ақ қойшы, Әсет. Сен маған уәде бердің ғой. Сен қашан нормально дайындап үйренесің, сол кезде қоямын. Ертең демалыс менде. Мейді шіртпей қойшы. Ну, даже арақпен де өтпейді ғой. Надо. На тебе. Одного не повезло. Сколько за всеми стоит? Әсет болмайды, қойшы. Болмайды. Супружеский долг, да? Әсет болмайды, дәрігер айтты ғой, болмайды деп қойшы. Сен дәрігер емес, медсестрасың ғой жай. Бай, күнде келіп ұтып қалдың ба? Енді ұмытпайтын боласың. Түсіндің ба? Тұр ғана.
Жан. Жан. Ояншы. Жан. Тұр. А? Саған таңғы ас дайындадым. Saat неше болды? Басым ауырып бара жатыр. Завтрак в постель? Ненің құрметіне? Енді демалыс қой. Сен де кеше шаршадың. Сен еркелеткің кел. Басым қатты ауырып отыр. Еще что-то белден төмен, как будто онемело все. Енді өлгенше ішкен соң сондай болады. Қан тамырлары дұрыс жұмыс жасамайды. Сен одан да ыстық тамақ жеш. Сен үшін тырыстым. Шынымен дәмді екен. Жаман емес. Бір түнде дайындап үйреніпсің ғой тамақты. Түндегі сиқырлы шапалақ жақсы әсер еткен сияқты ол. Мен түнімен сука, күнімен үйде жұмыста жүрмін. Сен болса... Иә. Солай шығар тұрсын. Өте әдемді. Айғайлама! Адам айтқан тыңдасайшы. Не сен күйеуің емеспін бе? Айқайлама деймін. Енді айтқан тыңдайтын болсын түсіндің ба демейсің? Ненің етіне істегенсің? Тауықтікіне ұқсамайды ол. Бұл деликатес. Әкешсен қайта жібере мен адын бойы. Ішіне балам туа алмай қаласыңдар. Сен кеше өзің айттың ғой. Готов сожрать собственные яйца. Пропофол и диклофенак в ампулах. 2 шприца. Алло, мам. Біздің мекенжайға жедел жәрдем шақырыңызшы. Ода бәрі дұрыс. Бірақ менде тағы да выкидыш болған сияқты.